Сутеев. Счанчык ве карандаш. Ленара Абкеримованың тәржімесі. Велінің масасы үстінде бір карандаш яшайды. Бір күн Вели юқлағанда масаның үстіне счанчык чықты. Карандашны көріп, оңа япышты ве ювасына таба сүйреп кетті. «Рича етем, ебер мені», ялварды карандаш. «Мен саңа неге керекім? Мені ағачтан ясадылар ве мені ашамаға олмас». «Мен сені кемірежем, менің тішлерім қашына, оның үшін ер вақыт бір шей кемірмек керекім. Мыңа шай», деді счанчык ве карандашны тішледі. «Вай», деді карандаш ағрысындан. «Айса мен соңғы кере бір шейлер сызайым да, соңын сен не істесен яп». «Яқшы, сен айтқаның олсын», деді счанчык. «Сыза бер, ама соң мен сені еп бір кеміріп ташларым». Карандаш көкіс кечіріп сызмаға башлады. Башта о төгерекні сызды. «Бұ қашқавал мы?» сұрады счанчык. «Белки де қашқавал», деді карандаш ве бұ төгерекнің içinde да 3 тәне кичкене төгеречікні сызды. «Ебет, қашқавал, бұ исе оның тешіклері», қуванды счанчык. «Белки тешіклерідір», разы олды карандаш ве да бір балабан төгерекні сызды. «Бұ исе алма», деді счанчык. «Белки де алма», сесленді карандаш ве бір қач ұзын авал сызды. «Мен білем, бұл судюк», қычырды счанчык. «Қана тезже ол, тішлерім пек қашына, даян алмайым». «Тоқты, шымды бітірем», деді карандаш ве мұна бұл көшелерні сызғанда счанчык абдырап қычырды. «Мен аңладым, бұл керек ме сызма?» Ләкин карандаш енді мышықның ұзын миықларыны сызып қойды. «Керчектен бұл мышық екен, құртарыңыз мені!» Қорқып чиқылдады счанчык ве өз ювасына қачып кетті. Бұндан соң сычан ювасындан башқа чықмады. Карандаш исе аляда Велінің масасында яшай. О пек чоқ ресім сызды. Көресің насыл кичкене олды. Кел достым, сен де өз карандашынен бойле мышықны сызып бақ.